Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалынатын өте дәмді, тура кафедегідей бетіндегі сыры созылып, тәбетті ашып тұратын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Соусында, тестасында барлығын үй жағдайында өзіміз дайындаймыз. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Жылы суға ашытқы, қант, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр сәл біріккеннен кейін үстінен сұйық майымызды қойып, жақсылап қамырымызды 10-15 минуттай илейміз. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге 2 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше соусын дайындап қоямыз. Ыдысымызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз және де ұсақтап туралған сарымсақты салып, жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін үстінен томат пастасын, тұз, қара бұрыш, қант және де орегано дәмдеуішін салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Соңынан суды құйып, соусымыз бір қайнағаннан кейін астын өшіріп, оттан аламыз. Соусты дәл осылай пайдалануға немесе погружный блендермен езіп, бір келкі масса қылып алып, пайдалануға болады. Қамырымыз көтерілгеннен кейін теңде 2 бөлікке бөліп алып, жұқа дөңгелек қылып жайып аламыз. Содан кейін бетіне дайындап алған соусымызды жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі начинкамен жасай бересіздер. Мен колбаса мен помидорды ұсақтап турап салып шықтым. Содан кейін теркадан өткізілген моцарелла сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Дайын болған пиццамызды алдын ала қыздырылған 200 немесе 220 градус қызған пеште 10-15 минут пісіреміз. 15 минуттан артық ұстамаңыздар, себебі қамырларыңыз кеуіп кетеді. Оңай әрі қолжетімді заттардан жасалынатын пиццаны сіз де жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.